Асадты сауық кеште полиция есірткімен ұстайды. Асадтың ұсталғаны туралы хабар Сәметке жетеді. Сәмет жынданып, мына бала бір күні мені жынды қылады, осының бәріне сен кінәлісің, баланы өз еркіне жіберіп деп Сұмыруға айғайлайды. Үйдегілер бәрі оянады. Сұмыру Жиһанға: әкеңді тоқтат, ол Асадқа бірдеңе істеме деп қорқамын дейді. Жиһандар полиция бөлімшесіне келіп жетеді. Полиция: ұлыңыз есірткімен ұсталғанымен қоймай, полицияға дөрекілік көрсетті дейді. Сәмет Асадты көріп: мен сені өлтіремін, қолыңмен істегеніңді мойныңмен көтересің, мен сені мына жерден шығарып алмаймын дейді. Асад саспастан: адвокат келіпті ғой, ол бірдеңе істеп шығарып алады дейді. Сол кезде Сәмет қатты ашуланғаны сонша сол жерде жүрегі ұстап қалады. Сәметті ауруханаға алып кетеді. Ол жайында естіп Нұх анасы сонда екенін біліп сөйлесуге келеді, бірақ реті келмейді. Сол жерде Севилай екеуі соғылысып қалып, екеуі бір-біріне қарап ұнатып қалады. Сәмет Жиһанға өзінің жаман ауруға шалдыққанын, соңғы 5 айдан бері емделіп жүргенін айтады. Содан Асадтан ештеңе шықпайды, оған тек менің мұрам ғана керек, мен сенің тезірек үйленгеніңді қалаймын, менің өмір сүруіме аз қалды, сондықтан мен сенің тойыңды көріп кеткім келеді. Мен Сұмыруға оған ғашық болғаннан үйленді дейсің бе? Мен бәрін жақсы ойландым, Сұмыруды бақытты еткім келді. Міне содан бері 27 жыл өтіпті, бақытты күндер кешіп жатырмыз. Ең бастысы Сұмыру сені өз баласындай көріп жақсы қарады. Айтпағым, сен Севилайға үйлен дейді. Біз банкрот болуға аз қалдық. Менің қарызым 11 миллиард доллардан асты. Фирмамыздан айыру алдында тұрмыз. Мен саған сенгендіктен осының бәрін айтып отырмын. Мен бұл фирманы өзім құрдым. Соңы осылай біткенін қаламаймын. Егер Севилайға үйленсең, бұл мәселені шешуге болады дейді. Жиһан: қалай шешіледі? Әрі Севилай екеуміз туыспыз, әрі Севилайда ондай ақша бар ма дейді. Севилайда емес, оның әкесінде бар дейді Сәмет. Жиһан: оның әкесі баяғыда қайтыс болған жоқ па еді деп сұрайды. Сәмет: әкесі өлген жоқ, Севилай Хикметтің қызы емес деп бір құпияның бетін ашады. Әкесінен шыққан Жиһан Асадқа: сен алдында барша жұрттың алдында ұятқа қалдырғаныңа көз жұмдық, ал мынауың дей беріп еді. Асад: жә қойшы дейді. Жиһан ашуланып кетіп, Асадты бетіне шапалақпен бір салып: әкемнің жағдайы анау, енді сені өзім қадағалаймын, егер де тыныш жүрмесең, түрмеге қамауыңа кедергі жасамаймын дейді. Асад Жиһанның айтқанына көндігеді. Сәмет барлығына денсаулығы жайлы хабардар етеді. Содан менің орныма компанияларды және отельдерді Жиһан басқаратын болады. Ол Бельгияға кетпейтін болды дейді. Содан көп созбай жақын арада Жиһан мен Севилай үйленеді дейді. Севилай ондайды күтпеген, үндемей қалады. Ал анасы қуанып мәз болады. Севилай Жиһанға: сен кеше екеуміз туыспыз, үйлене алмаймыз дегенің қайда дейді. Жиһан: мен бұл әрекетке әкемнің өтінішін орындау үшін ғана келісіп отырмын. Әкемді ренжіткім келмейді, бұл әкемнің соңғы өтініші болуы мүмкін дейді. Нұх пен Мелек Сұмыруды аңдып артынан еріп келіп: біз сенің балаларыңбыз, сен қаншама жыл бұрын тастап кеткен егіздерміз деп айтады. Сұмыру: менің ешқандай егіздер босанған емеспін. Сендер не бәле жауып тұрсыңдар? Қайдан келген алаяқсыңдар? Сендер сияқты күнде қанша адам келетінін білесіңдер ме? Ақшаға қызығып, мен сендерді білмеймін де танымаймын да, кетіңдер деп мойындамай қояды. Жиһан мен Севилайдың атастырылу кеші болып жатады. Севилай анасына хат қалдырып қашып кетеді. Анасы оны оқып Сәнетке айтады. Сәнет адамына Севилайды іздеп тауып әкел дейді. Севилай қашып бара жатып Жанармай бекетінің жанында жол қоршауына барып соғылады. Сол маңайда жұмыс істейтін Нұх оның артынан келіп қалады. Севилайды тыныштандырады. Жанармай бекетінің иесі Сәнетке Севилайдың сол маңайда көлігін соғып алғанын хабарлайды. Сәнет Севилайды ертіп кел деп Жиһанды жібереді. Жиһан келіп Севилайға: қаншама халық жиналып екеуміздің атастыру сәтімізді күтіп отыр жүр дейді. Севилай бармайтынын, Жиһанға тұрмысқа шықпайтынын айтады. Жиһан өзің білесің деп кетіп қалады. Біраздан соң Севилай Жиһанды қуып жетіп көлігіне отырады. Мен анамды ұятқа қалдырғым келмейді, сондықтан ойымнан бас тартып келіп отырмын дейді. Екеуі ештеңе болмағандай, ешкімге ештеңе білдіртпей көпшілік алдына шығады. Содан сол кеште Жиһан мен Севилай көпшіліктің алдында атастырылады. Бірақ екеуі бір-бірін жақсы көрмейтін еді. Бірі әкесі, ал бірі анасы үшін осы қадамға барған еді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта каналымда Жүректегі мұз сериалының жалғасын салатын боламын.